أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Құрметті ағайын, сіздерге пайғамбарымыздың сирасына қатысты кітабымыз Пайғамбарлар падишасы Әз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам деген кітаптан пайғамбарымыздың өмірбаянын оқуға белді бекем болдық, иншалла. Шашы ағарған сәби, ол шыр етіп іңгәлап дүниеге келгенде оның ол екенін көріп бәрі де қуанысты. Алайда оның ақ шашты болып туғанын көріп жағаларын ұстап қатты таңданысты. Әйтсе де бұл бала шамасы тегін болмаса керек деп ырымдап жақсыға жорыды. Құндақтағы нәрестеге шашына қатысты Шайба деп ат қойып, Исмайыл аталарының жолын ұстанып құрбан шалып, ел жұрт алыс жақын ағайынды шақырып ас берді. Оның әкесі Хашим Меккенің Құрайш руынан шыққан. Хақ тағаланың далалығында шек бар ма шіркін. Меккеде бетіне күн тимеген ару қыздар бола тұра, Хашимге айшылық жердегі Ясрибке күйеу бала болу нәсіп болыпты. Хашим сауда керуенін бастап, шалғайдағы елдерге сапар шеккенде әрдайым жолда осы Ясриб қаласына соғып аяғын созатын. Ясриб оның қашанда әрі өтсе де, бері өтсе де, мен мұндалап шақыратын. Өзде білмейтін әлдебір беймәлім күш оны тарта жөнелетін. Оның үстіне Ясриб Мекке секілді аптапта ыстық жер емес еді. Жауын көбірек жауып, шөбі шүйгін келетін. Әсіресе қаланың айналасында құрма бақшалар көп еді. Зәмзәмді былай қойғанда суы бал татитын. Ауасы да тынысыңда ашып, таң сәріде Ухуд тауынан ғажайып самал есіп тұратын. Ол өзін осында келгенде әрқашан жатсынбай емін-еркін сезінетін, тура кіндік қан тамған жерде ыстық. Жергілікті халықта үнемі жадырап мұның өрсе, қош келдің деп, үйден үйге шақырып қонақ ететін. Бұл жерде негізінде Хазараж бен Әус деген екі араб руы тұратын. Олардың көсемдері Хашимнің қағманың қызметші екенін жақсы білетін. Оны құшақ жая қарсы алуларының да бір сыры осында жатыр еді. Ол осында қонақ болып жүріп бір күні бай бір ақсүйектің Сәлмә деген көркі айдан асқан қызын көріп көңілі ынтызар болды. Бұрынғы қылық аз болғандай ол енді осы қалаға байланып қалды. Ақыры бір сапарында оңашада Сәлмаға сырын ашып сөз салды. Ясрибтің халқы өз жеріне бері кетті, сол себепті қыздары да алысқа ұзатылмайды. Тіпті ұзақтан сөз салғандар қайын жұртында тұруға мәжбүр қалады. Салмада бай дәулетінің қызы болғандықтан мұның жайы одан да қиын болды. Ол Хашимге саған тұрмысқа шығатын болсам шарттарым бар, соған құлағыңды тұр әуелі. Әуелі неке қиылғаннан бастап, бар дәулетіңді мен басқаратын боламын. Және мен қол аяғымды жерге қойғанға дейін осында тұрамын. Егер туғаным Қазаншы болса, онда туған жер, өскен өлкем, қайран жұртымды тастап, артыма қайрылмастан, сыңсымай сенімен біргелесіп Меккеге кете барамын. Алайда тұмсығы қошқардай ұл туатын болсам, онда ол перзентің осы жерде менімен бірге 14 жасына дейін қалып, елімнің тәрбиесін алып, суы мен асын ішіп, сүйегі осында қатаятын болады. Осы айтқаныма көнсең, мен сендікпін. Ал бұлтақтайтын болсаң, келген жолың анау. Сені ешкім бұл жерге байлап қойған жоқ деп сөзін өктем қайырды. Хашим осы күнге дейін ешкім бетін қайтарып көрмеген елінің ергесі, өр тұлғалы жігіт еді. Бірақ Сәлмәнің алдында ол майда ерді. О не дегенің, Сәлмәжан, сен дегенде көңіліңе ризамын. Сен не десең де көңіліңе ризамын. Бұл мекен менің де бала жастан асық ойнап, ат жалын тартқан жерімдей, қияға қанат қаққан ұямдай болып кеткен. Жігіттері берген серті алмас қылыштан да өткір.
Жігіттің берген серті алмас қылыштан да өткір келетті. Уәде деп жауап қайырды. Көп кешікпей дүркіреп той болып Мекке мен Ясриб құдаласып бір-біріне түйе атап ат мінгізіп шапан жамылысты. Араға 9 ай 9 күн салғанда Ясрибтегі Хашим шаңырағында дүниеге келген осы Шайба болады. Құрметті ағайын, уақыт шіркін былай алғанда шабан атқа ұқсағанмен кімде болса да шаң қаптырған ғой. Дегенше Шайба да мүшел жастан асып қалды. Ясриб қаласы Меккенің солтүстігіндегі жұпар шашқан жұмбақ жол деп аталатын сауда жолының бойында еді. Хашим үйленгеннен кейін де осы қаладағы шаңырағына соғып тұрды. Әйтсе де соңғы жылдары әлде бір жағдайлармен Ясрибке келе алмай қалды. Ол бірде Құдысқа сауда мақсатымен сапарға шықты. Ол Құдыстың Мекке секілді қасиетті жер екенін жақсы білетін. Көптеген пайғамбарлардың мекен еткенін көп ғалымдардың ауыздан естіген. Бұрынғырақта өзі де сол жерде бірнеше рет болған. Бұл жолғы мақсаты бұрынғыдан ерекше еді. Жолда баласы Шайбаны да ала кетіп, сол қасиетті мекендерді таныстыру еді. Дегенмен ол бұл жолы Ясрибке соға алмады. Саудаға қатысты басқа жолмен Құдысқа баруына тура келді. Енді ол қайтарда баласына киелі жердің ең қымбат затын сыйламаққа ниеттенді. Жол үстінде ол көп ойланды. 13-інде отау естіген. Бұл күнде ол зіңгіттей жігіт болған шығар. Асылдың сынығы нағашы жұртында өскенмен өзіме тартқан. Өзін де шешесін де әбден сағындым ау. Өз балам болған соң маған солай көріне мағалай. Қашан барсам маңдайынан бір нұр жарқырап алдымнан жүгіріп шығушы еді. Қайтсем де Құдыстан өзі ұнатар бір сыйлық ала баруым қажет. Не алсам екен? Балам өскенде әкесіне ұқсап, ол да қағбаның қызметшісі болмай ма? Ендеше мен оған соның белгісі ретінде Құдыстан Қорамсабы жебеге толған садағалы барайын. Құралайды көзден атқан мерген бол өсін. Тағдырдан озмыш жоқ деген ағайын. Жұмыр басты пенде бұл дүниеде сағаты ажалға белгілі қонақ қой. Адам өмірді діттеген мақсаттарына кешігіп жетсе де, ажал шіркін әсте кешігіп көрген емес. Сол сағатта сол жерде күтіп тұрмақ. Сол ажалдың күткен жері мұзды мұхиттың қақ ортасында, асқақ таудың қарлы шыңында, тіпті Сахараның сағым арасында болса да, адам баласы соңғы күшін сарқса да сол жерге жетеді. Киелі жерде туған Хашимнің де Ясрибке соқпай Құдысқа асқанның сыры осында жатыр екен. Ол сол жерде жеткенмен баласына сыйлық алуға үлгере алмай көз жұмды. Оның бақилық болғанын естіген Сәлма жанарынан жас сорғалап аза тұтып көп жылады. Осы тосын оқ қайға Шайбаға да оңай соқпады. Ол да әкесімен бірге Меккеге барып өз жұртымен танысуды көп армандаған еді. Маңдайға жазған шара бар ма? Адамның есебі болса, жаратқаның өз есебі бар ағайын. Осыны ойлаған Шайба әкесін қимай жылағанмен сабырлық сақтай білді. Ол әрқашан ес білгелі бері әкесінің айтқан өсиеттерін жадынан шығармай іске асыра білді. Әрқашан әкесін айтып мақтана білді. Бірде Ясрибте бозбалалар арасында садақ сайыс өтті. Әкесінің ізгі арманы доғаға айналып қабыл болғандай, Шайба да садағын алып сол жарысқа қатысты. Сол сайыста ол ат үстінде шауып келе жатып, көз жетпес биіктегі жамбыға Қорамсабынан жебесін алып садағын керіп тартқанда, оқ нысанаға дөп тиіп, жамбы жерге құлады. Ясриб халқы жаугерлік сайыстарды жақсы көретін. Бұл сайысқа да көп жиналған еді. Ат ойнатып жамбыны құлатқан Шайбаны жұрт қаумалап өркеніңізсің қарағым, жарадың бала. Текті тегіне тартат деген осы деп ықыластарын білдіріп жатты. Шайба да ат үстінде бір қолмен садағын көтеріп, мен асылдың сынығымын, мен Құралайды көзге атқан Хашимнің ұлымын деп айғайлады. Сол жерге Меккеден келген қонақтар да бар еді. Солардың бірі Хашимнің ұлымын деген сөзді естіп қалып, Шайбаны сөзге тартты.
Ол боз баланың тек мерген ғана емес, сегіз қырлы бір сырлы сөзге жүрек, ойға тапқыр, алғыр бала екенін байқап қалды. Кейіннен меккеліктер елге қайтқанда әлгі кісі Хашимнің орнын басып, үлкен әулеттің басшысы болып отырған Мүттәліпке Шайба жайлы сөз етіп, оны елге алып келуін насихаттайды. Осыдан соң Мүттәліп дереу ерте күнді кеш қылмай атын ерттеп Ясрибке қарай қамшы басады. Ясрибті кімді кездестіріп жөн сұраса олар: әлгі тегіне тарта туған тапқыр боз баланы айтасың ғой. Оны кім танымайды? Жарықтық әкесі Хашим асқан парасатты жаны дархан жан еді ғой. Ол келгенде көңіліңіз бір көрік көтеріліп қалушы еді деп сөз соңында ғана жөнсілтейді. Көп кешікпей Сәлма мен немере інісі Шайбаның есігіне келіп атын байлайды. Оның келгенде Сәлма да Шайба да қатты қуанды. Әсіресе Шайба әкесі қайта тірілгенде шаттанды. Мүттәліп Ясрибте бірнеше күн қонақ болды. Қала халқы Хашимнің бауыры әрі құдамыз деп құтты қонақтай әбден асты үстіне түсіп күтті. Күн-күнді қуалап қайтар мезгілді келіп жетті. Мүттәліп Сәлмаға: ал келін жаңғырағым, інімнің шаңырағы қашанда астық қой. Өз үйімдей жатып қонақ болдым. Ағайын жұрт не болды деп алаңдап, екі көздері төрт болып алаңдап та отырған болар. Қой, мен жүрейін. Мына бала інім Хашимнен қалған тұяқ қой. Осыны алып кету үшін келгенмін. Оның үстіне Меккеде мұның 3 бауыры бар. Солармен бірге болсын. Сен де бізге бөлек емессің, келінсің ғой. Өзің де бірге жүр деп қолқа салды. Басын төмен салып тыңдаған Сәлма басын көтеріп: жақсы лебіз пәк пейіліңізге мың алғыс. Мен өзім ол жерге бара алмаймын. Мекке киелі жер болғанмен бөтен ел бөуді жер ғой. Оның үстіне осы елде жүрсем, бір күні Мекке жақтан Хашим кеп қалардай бір сезім билеп, сол сезім жаралы жүрегіме дауа болғандай күй кешемін. Хашимнен қалғанына жалғызымды да қия алмаймын. Бірақ немере қайнағам екенсіз. Парасат пайымыңыз да жоғары екен. Балам сізге аманат. Ол жерде қағажу қалып жүрмесін. Үйрене алмаса қайтып келер, кім білсін тағдыр айдап бір күні өзгермесе де немере яқи шөбіресі келер. Ертеңіне Мүттәліп Шайбаны алып жолға шықты. Күн қатып, түн қатып жүргенде бір күні Меккенің төбесі де көрінді. Мүттәліпті қала халқы жақсы танитын, оның жанындағы ат үстінде тік отырып садақ асынған өр тұлғалы сымбатты жігітті көргенде таңырқасты. Халық оның Ясрибке кеткенінен бейхабар болатын. Бірі білгішсініп: Мүттәліп сапарға қашан жалғыз шыққан дейсің, ендеше мынау соның құлы ғой, деді. Солақ екен, қасындағылар да оның сөзін қоштай жөнелді. Сол сәттен бастап ел арасында Мүттәліп сапардан қайтыпты, қасында жаңа сатып алған құлы бар екен деген сөз ел арасында желдей есті. Содан бастап Шайбаның аты Әбді-Мүттәліп, яғни Әбді-Мүттәліптің сатып алған құлы деп аталып кетті. Келесі тақырып Зәм-Зәм суының сыры. Алла жазса, келесі уақыт соны оқып баяндайтын боламыз. Алла тағала елімізді барлық пәледен жаладан сақтасын. Ел ішіндегі даудан сақтасын, ел сыртындағы жаудан сақтасын. Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve alelihi ve sahbihi ecmaîn.